Армысыздар, құрметті достар, сіздермен Айгүл Мопағызы және бізде бүгін подкаст. Бізде қонақта Танатаров Қайыржан мырза, бизнес-доктор деп өзін атайды. Қош келдіңіз, Танатаров Қайыржан мырза. Өзіңіз туралы айта кетсеңіз көрермендерге, кім болып қызмет атқарасыз? Вообще сізді халық қалай тану керек? Бизнес-доктор неге десең, потому что бизнесте ол адам сияқты ауырады. Онда емдеу керек. Сол кезде мен ойладым, енді бізді емдейміз ғой, мысалы, маркетинг жағынан емдейміз. Узкая специализация врач-маркетолог дейміз да. Поэтому неге десең, медицина жағынан мен таңдадым, адамға түсіндіру үшін аналогия ретінде өте оп-оңай. Анан мына жері ауырып жатыр дейсің, мына жерде емделеді, мынау жерде уже емге келмейді, ампутация жасау керек. Қарапайым ауызекі тілде де түсіндіре беруге болады. И сол кезде уже естиді. А если маркетинг тілмен айтатын болсаң, кәсіпкерлер, ол әркім кәсібінің өзінің коронасы бар ғой, өзім білем деген, ол кезде қабылдамайды да. А если там саған хирургическое вмешательство керек, мына жер уже отдел продаж, ампутация жасау керек, уже гангрена кетіп қалды десе, уже все уже. Түсінікті, қабылдау сразу, иә. Поэтому Қайыржан Танатаров, бизнес-доктор, узкая специализация, врач, маркетолог и продажи. Сонда сіз тек бизнеспен айналысасыз, яғни бизнестің маркетолог жағымен айналысасыз. Енді қаржысын басқаларға, басқа врач керек па? Ол керек. Любой затты, бірақ есть узкая специализация. Мен когда осы рынокке шыққанда, енді такой бизнес-доктор деп шықтым. Врач-маркетолог, с узкой специализация, ол сосын жайлап 1-2 жылдан кейін қостым. Такой, енді врач, бәрін емдейтін врач жоқ қой. Есть хирург, есть педиатр и т.д. Здесь тоже должно бөліну керек, да? Енді общий анализ істеуге болады. Да, общий анализ. Но погружаться, әркім специализация болу керек. Мен өзіме таңдадым, маған жұққаны өзі, маған жеңіл ұнайтын маркетинг и продажа. А өзіңіздің профессияңыз қалай? Бізде қазақта менталитет бар ғой. Енді автоматически, дипломатически 4 диплом точно бар. Там юридический бар, технический бар, экономический бар. И самый бірінші, ең бірінші, это техник-программист, айтишникім бар. Бірақ соның бәріне мен нақты оқығаным 1 жыл программист. Действительно, очно оқыдым. Қалған бәрі либо заочно, либо развод. Түсінікті. Осы қызық болып тұр да, мен бизнес-доктор шақыртам деген, сонда ол ақыл бере ма, ақыл сата ма дейді. Ақыл сатасыздар ма сонда, шынымен де? Оның түрі бар. Есть теоретический, ақыл айтасың да, жазып бересің ба, или айтып бересің ба. Сол қазір енді инфобизнес дейді. Ол қазір көп түрі бар. Өзімде сонда инфобизнестің адамымын. Сенде инфобизнес ол, мен қазір больше практик. Қашаннан бері бизнес-докторсыз? Бизнес-доктор после банкротства. Сол алдында сізде депрессия болды ма? Вообще? Апатия деген сияқты. Қазір адамдарды қарайсың ғой, бәрінде депрессия, бәрінде апатия. И сондай адамдардың қатарындамын деп ойлаймын өзімді. Вот көбісі соны сұрайды. Сол ситуация білетіндер, қалай шықтың дейді. Возможность забухать. Бәрін бросить. И, короче, чмо болып, бомж болуға негізі ситуация болды. Жан жақтан. Бірақ мен білмеймін, мен сол білімге кетіп қалдым. Бір миссиям сондай болып қалды. Сіз бизнеспен, компаниямен жұмыс жасайсыз. Мен өзім коучпын. Бір адаммен сөйлескеннің өзінде шаршап кетемін. 1 сағат, 1,5 сағат болады. Энергия түсіп кетеді, ана адамнан кейін ешкім көргім келмей қалады. А сізде бизнес. Қалай жұмыс жасауға болады энергияны? Жаңағыдай ұстап, баланста ұстап. Бизнесте действие ғой. Ол терлеу керек та. Кәдімгі терлеу керек. Андай қазір кітаптар жазады, бірдемелер там енді инфобизнестің айтатындар да бар. Это дым істемей, пайда көресің деген. Мен как практика айтып жатыр. Мен бүйтіп көрсетейін, мен қай камера көрсетейін. Жоқ ондай. Ол жоқ. Істеу керек бірінші. Действие. Да любой, дайте, любой уровень. Это кім? Microsoft. Кто? Microsoft. Билл Гейтс. Шал әлі осы күнге шейін жұмыс істеп жатыр. Тоқтамайды. Да, тоқтамайды. Маск болсын. Ладно, оны ар жағын шамалы бері қарай түсекті. Өзіміздің кәсіпкерлер, пусть Каспий болсын да, олар күн-түн жұмыс істеп. Каспий банктың ана как Михаил Ламтаз, олар шоу уже демалып болады ғой. Олар демалмайды. Ол наоборот, 8 сағат жұмыс істейтін бала, адам, ол наоборот больше демалады, чем Ламтаз. Жеке өзі жұмыс істейтін. Миллиардеры не отдыхают.
миллионер. Чем больше у тебя денег, тем меньше у тебя отдыха. Просто демалыстың сапасы өзгереді. Либо сен көп болса максимум мына Ақтаудың Рикске бара аласың, соған қуанасың. Либо сен Мальдиваға или куда-нибудь там шет елдің бір 5-звездочный, 7-звездочный отельде жатасың. Сапасы өзгереді да. Но жұмыс көбейеді в любом случае. Жұмыс, жауапкершілік. И вот эта энергия. Жаңағы энергия, это внутренняя энергия, которая кейде айтады ғой, мына бастық келеді, түнде 2-де жатады, таңғы 5-те шаруасын ұйықтамайды да. Ол деген кәсіпте есть такая энергия денег. Оған могу такой простой пример. Бір кафеге барасың, сенің қалтаңда бір 2000 теңге болса, бір кофе 1000 теңге, и бір 500 теңге, там бір круассан аласың да, сен сонымен отырасың да, и сенің түрің чмо болып отырасың да. Былай, бір официант шақырса, саламатсыз, там бір кофе болады ма, и бір десерт, там круассан, и сөйтіп 1000 ба, 2000 теңгеге отыра аласың да, бірақ сен чмо болып отырасың ана жерде, сүмірейіп. А если сенің счетында карточкада 1 миллион жатса, бірақ сен сол 2000 теңгенің затын алсаң, сен ойлайсың, официант, можно сюда так, маған так, кофе и круассан. И довольно отырасың, бір как-то. Почему? Потому что энергия денег бар, да? Все, это энергия денег, внутреннее твое состояние. Қазір неше бизнеспен жұмыс жасап жатырсыз? Енді осы дәл қазір Ақтауға келіп, бір 3-4 мекеме бар. Нақты. Барлығында бірдей қызмет атқарасыз, әлде позицияңыз бір әртүрлі ма? Әртүрлі позиция. Есть, мысалы, қазіргі строительный компанияның, мына жерге айтуға болады ғой да, мекеменің аттары. Мысалы, интерьер, Гранд Строй, касательно только маркетинг и продажи. Сол жағын короче, сол жерін емдеп жатырық та, сол жерін қарастырып жатырық. Оның алдында Иса Групп деген бар да, оның біздер полностью емдедік. Полностью, там, оны и терапия, и так далее, жан-жақтан қарастырдық да, то есть общий главврач болып кеттік та сол жерде. И сөйтіп, 2-3 айдан кейін азайттық, қазір тек отдел продажбен. Кішкене жақсарып қалды, получается, емін беріп. Сол, ол как стационар болды ғой, 3 айдың стационар болды. Біздер қазір енді сыртта. Ол ары қарай берген рецепті емдегеніміз пайдаланады ма, пайдаланбайды, уже адам өзіне байланыс қой, кәсіптің өзіне байланыс. Получается, сіз ол кісілермен жұмыс жасап, кетіп қалсаңыз, ол қалып қалуы мүмкін, гарантия жоқ. Конечно. Конечно, это то же самое, мысалы, адам поликлиникаға келеді или санаторийге жатады, оны емдейді, тазартып береді, ішін, сыртын бәрін тазартып, енді правильный питание бәрін, ол шыққаннан кейін дисциплина болады ма, болмайды ма? Кім біледі, ол барады, ішіп бастайды, либо тойдан, садақадан шықпайды, и, короче, обратно обострение түседі. Бизнес то же самое. То же самое. Поэтому ол дисциплинаға байланысты. Тек үлкен бизнестермен жұмыс жасайсыз ба, кішкентай бизнестермен жұмыс жасайсыз ба? Жалпы мен жасым 22-де, но бірақ біраз нәрсе көрдім деп ойлаймын енді. Істемеген затым жоқ, істеп көріп жатырмын, істей беруім керек, қателесуім керек деп ойлаймын. Просто менде 2 бизнес болды, екеуі де фук болды да, жоқ, ұшып кетті. Это нормально, мен солай ойлаймын. Ол опыт, практика нормально, если сен содан вывод алсаң. Но если сен оған вывод істемесең, ол значит, это уже проблема. Бірақ одан кейін кішкене шыны керек, вывод жасадым, что былай жасау керек. Енді сол выводты еще қағазға салу керек. Ручкамен, қағазбен, просто ауызша подружкалермен, достармен, жолдасымен сөйлесең, ол ауызша. Сила пера деген никто не отменял. Ручка қағазды алып, мен соны жазсаң, даже цельдер жазсаң, ол басқаша өзгереді ғой. Мен жазылған бір сөздері бар ғой, жазылған маңдайында жазылады дейді ма, дейді. Хорошо. Содан кейін мен қорқып қалдым да. Қазіргі таңда вообще бизнеске қорқам. Жақындаған келмейді. И до этого тоже қорқатын едім, но все равно тәуекел ету керек. Тәуекел етпеген адамға ештеңе келмейді. Сондықтан тәуекел ету керек деп бардым. И қазір менде қорқыныш, кәдімгідей үлкен қорқыныш, қалай жеңем? Во-первых, меніңше бизнес для чего? Для чего? Ақша үшін ба, или басқару үшін ба, или это
көбісі білмейді ғой. Основной цель бизнес ради денег. Ана өтірік айту, ана мен шын айтайын, мен аманат үшін, мен бірдеме өзгерту үшін, осы бір Қазақстанға, елге бірдеме қалсын деп. Ол камераға айту әдемі. Әдемі сөздерді ғой. Ол камераға, халықтың алдында, әдемі, маркетингке, может быть, түбінде сенде ақшаң болмаса, сен бедный, кому ты нужен? Сен мықты болмасаң, сен чему болсаң, и так бірге чему боламыз, зачем? Поэтому финансовая стабильность, финансовое положение, благосостояние, соны жасарту, как? Дұрыстау керек, но не все бәрі кәсіпкер болу қажет жоқ. Айтады ғой, кітаптар айтады, инфобизнес айтады, көбісі айтады, любой может быть любым. Бірақ кейде оласың, бір кәсіпкер күн-түн жұмыста, оның үйге келетін пайдасы бір 200 ба, 300 мың, $1000 арасында. Біреу мекемеде жасайды, пайдасы $1000. Зато сағат жұмысы 8 сағат. Енді кім богаче, кім бақытты? Әрине. Поэтому бизнесмен есть, когда ты имеешь бизнес, либо когда бизнес имеет тебя. Поэтому көбісі зачастую бизнес имеет тебя. Жаңа бақытты деп айтса, кім бақытты? Сонда ақшасы бар адам ғана бақытты ма? Кәсіп жағынан финанс это кровь қой онда. Сіздің инстаграмыңызды көрдім. Жаңағы күшті бір неделі ұқсап әрлемеген екенсіз. Не үшін? Өзіңіз маркетологсыз, жаңа өзіңіз айтқандай. Маркетинг саласының мамансыз. Неге? Өзіңізге врач керек болып жүр ма? Керек. Әрине керек. Вот сол қазір сол врачтарды мен де интернеттен қабылдаймын, тренингке қатысам, кітап оқимын, сразу применяю в другом бизнесе, біреудің бизнесе мысалы. Мен қазір Грандстройда жүрсем, мен информация алам да, и получается я практик неге десең, потому что мен алған информация теоретически, мен сразу практикаға применяю, результат получаю, доволен. Просто өзіме не применяю, да? Вот жаңағыдай ғой, сапожник без сапог. Вот маған қазір қасымда бір адам керек та, который мені түсіретін, жіберетін, короче, өзім күрек ұстамаймын. Бірақ ол үшін наставник керек емес, простой мобилограф жарамай ма? Команда керек та, которая мені айналасында, менен кейін, мысалы, сіздерден отзыв алатын. Мен қазір сізден отзыв алмаймын да, барымда кетіп қалам. Қасындағы ассистент, помощник, барып сізбен хабарласып, бір интервью беріңіз, бір отзыв беріңіз, инстаграмға бірдеме жазып жіберіңіз. Деген сол мені көтеретін, қасында бір напарник болу керек та. Команда создавать ету. Это вакансия қазір. Мен сондай адам қазір Ақтауда іздеп жатырмын. Ақтөбедікі бар, ол Ақтөбеде. Да. Ақтауда бізде жалпы жақсы дамыған негізі. Мобилографияда, СММ-да көріп жүрген боларсыз. Көріп жүрмін. Ол, наверное, меніңше, это строительный рынок. Застройщиктер соны осыны дамытқан. Вообще маркетинг Ақтауда за счет застройщиков, по-моему. Олар, потому что конкуренция өте. Ар строительстволарында қарайсында один лучше другого. Неше түрі приколдар шығып жатыр ғой Ақтаудан. Бүкіл Қазақстанға, шетелге шығып жатыр. Футболда айтады ғой, тренері не играют дейді. Мысалға, қазір мен көп таним, өзінің бизнесі жоқ, бірақ бизнестің жаңағыдай сіз ұқсап, бизнесті жүйелеп береді, реттеп береді, ол дұрыс па? Ондай наставникпен жұмыс жасаған дұрыс па? Гинекологу не обязательно болеть венерическими заболеваниями. Мысалы, но бірақ оны емдейді ғой. Сол сияқты. Енді пример көп. Футбол тренер, гинеколог и так далее. Мысалы, маған біреудің кәсібін емдеу, біреудің кәсібін дамыту, көтеру оңай да? Ол, опять же, может быть, ол теория ближнего круга сияқты, мен өзіме пайдаланбасам, өзде сыртқа пайдасы көп та. А мен өзім компаниям ашатын болсам, мен инвестиция салам да, и өзім басқа сырттан адам жалдаймын. Жаңа бастапқы тақырыбымызға келейікші, энергия, иә? Энергияны толтыру үшін қымбат киім бренд алмайсыз ба? Қазір сондай бізде тренд қашап жатыр. Керек. Керек па? Керек. Неге десең, мысалы, қара. Сен редкостный адамдар бар, который шортымен тұрса да, костюммен тұрса да, ол поведениесі бір. Ол редкость. Бірақ айтады, ана жүр ғой, ана Макең или ана Сакең или Бакең деп, это Макең, Сакең, Бакең.
Сен ондай емес, это у него уникальность оныкі. А даже өзің, ну давай сен бір ескі халатпен жүрсең, сенің түрі басқаша. Сен мынандай көйлек киіп, каблук киіп, түрің өзгереді, походкың өзгереді. Әрине. Даже сөйлегенің өзгереді. Сол жұмыста да тоже солай костюммен барсаң өзгереді. Шортикпен трикомен келсең, сөйтіп как-то өзгеріп. Келген клиенттер де басқаша қабылдайды ғой, иә? Конечно. Мынау өзіне киім таба алмай жүр, маған қайда жасап береді басқасын деген. Даже айтпаса да, даже үйтіп қабылдамаса да, мозг соны көреді, сенбейді, и бәрібір сенің жүрекке соны апарады да. Это психология, чистая психология, поэтому онымен пайдалану керек. Қандай бренд бар қазір? Сағат, аяқ киім, қайсы брендтен? Сағат Samsung, киімдер, мынау Турция, мынау Өзбекистан. Мынаның бағасы, айтайын, вот примерно сколько? Возможно. Екі вариант тұр. Біреу совсем арзан, 4000, екінші вариант совсем қымбат, 40. 4000. Да? 4000 теңге. Бірақ сапасы нормальный. Поэтому автор айтқанын кім білмеймін сөзі, бірақ ұнады ғой. Уоррен Баффет кім айтты? Часы, Стив Джобс айтты. Часы, которые стоят $1000, и часы, которые стоят $100, показывают одно и то же время. Бір уақыт көрсетеді да. Маған қазір брендовый либо не брендовый особо роль не играет. Бизнес бастайтындарға, бастап жатқандарға қандай кеңес айтасыз? Просто бәрін мен ойлаймын, барлық бизнесте бір проблема шығар деп ойлаймын. Негізі, мен түсінемін сол. Оның әдемі сөзі бар ғой, успех уникален, ошибки типичный. Қазіргі жастар болсын, қазіргі кәрілер болсын, әйтеуір стартаптарда олар хотят повторить чей-то успех. Ол көреді мысалы сенің успехыңды. Ох, сен не істедің, қалай істедің, соны. Сен ошибкалеріңді істемеу керек, ошибки. То есть, вот отличие теоретика и практики инфобизнеса. Теоретик, он знает, как сделать. Я как практик знаю, как не делать. Вот она разница практика и теоретика. Сонда жаңадан бастайтын адамдар біреудің жетістігіне емес, ошибкасына қарап. Да, задавайте вопросы об ошибках, а не о успехах. Что лучше не делать? Как лучше не делать? Сон. Вот я вот именно рекомендую тебе. Какая камера? На камеру? Вот этот камера. Да, вот. Не повторяй ошибки. Успех, он уникален. Мен ойлаймын, екінші қателік ақша жинамай бизнес ашу сияқты. Ақша бизнес ашқанда бір 3-4 жылға немесе хотя бы кемінде 2-3 жылға ақша болу керек сияқты. Сол бизнесті бүйтіп кормить ететін әзірше. Сол дұрыс па, дұрыс емес пе? Нет, ол грамматически ол правильно. Ол былай сияқты ғой, нас здоровье бойынша. Күнне 3 литр су ішу керек. Ананы жемеу керек. Оны білеміз ғой бәріміз. Действительно, там денең солдай болады, ауырмайсың, ну, торт тойға барасың, ана етті жеп қойсың, ана сүйектің майын құс деп, қалай жемейсің? Енді жейсің ғой, біз пендеміз ғой бәріміз. Сол бизнесте то же самое қателесесің. Ана финансовую подушку делать, соблюдать все эти алгоритмы, қазір қағазға жазсақ та бәрі әдемі. Соблюдать дисциплину сложно. То есть в спортзалда то же самое. Похудеть легко, а вот удержаться, вот бір айдың ішінде похудеть, форму сделать можно, но қалған 11 айды, блин, вот это сложно. Сол сияқты найти деньги, заработать легко, вот удержать и приумножить, это совсем другая история, он дисциплина керек. Мен бірінші бизнес ашқанда мынандай оймен аштым. Мынада ақша көп. Вообще осы идеально депті. Бірақ сол бизнес күйіп кетті менде. Почти банкрот болып қалдым. Сосын жаңағыдай не қылдым? Шешім қабылдадым, жаңа вывод шығару керек деп отырсыз ғой. Мынандай вывод шығардым. Егер мен бірдеңені жақсы көрмесем, ашпаймын, істемеймін, жасамаймын. Ол дұрыс па? Дұрыс емес па? Жақсы көрмеу не обязательно? Не обязательно. Не обязательно. Обычно солай дейді ғой, бәрі жақсы көру керексің, ойбай, сүйу керексің. Теоретически. И сен, ну давай, сен пирожки сату жақсы көресің ба? Самса сату? Нет. А если ол саған миллион теңге ай сайын әкеліп тұрса? Тогда да. Все, любовь поменялась. Опять же, айтасың ғой, ақша деп. Я.
Это инструмент, это индикатор, это цифра. Потому что бизнесте эмоций жоқ, бизнесте четко цифрами жұмыс істеу керек. Мен постоянно там цифрмен сөйлесейік, ауызша емес қағазбен жұмыс істейік. Қағаздың айтады, бүйтіп цифраны көрсетші, результат цифры. Цифры. Бизнес это цифры, это оцифровка. Вот тогда бизнес, мысалы, дамытуға болады да, контроль жасау керек. Сенің даже істеген кәсібің, который там жауып қалған, сен бір вывод жасадың. Ол вывод сен дұрыс жасадың ба? Ол да белгісіз. Бірақ мы могли бы разобрать. Сен айтасың, бүйттім, сөйттім, менше бүйттім. Оказывается, может быть, одан емес. Ол басқашадан шығар. Бірақ сен ойлайсың, и значит, ты вывод сделал неправильный. Келесі опять соған кіресің. Подкастымыз аяқтайық. Сізге менің қоятын сұрақтарым бар. Ең алғашқы сұрағым, неден қорқасыз? Смерти. Өлімнен қорқасыз? Это страх. Бытовой ғой қалған бәрін. Неге қорқасыз? Потому что менің қойған мақсаттарым, целдерім әлі көп. Орындалмаған көп. Нені ең қатты жақсы көресіз? Путешествовать. Арманыңыз қандай? Ең үлкен арманыңыз? 100 стран. Мен де тоже арманым саяхатқа шығу. Вообще өте қатты қалаймын. Жолдасым айтсам, ол ақша болғанда, ертең, ар күні жұмыс болып жатқанда дейді. Африкаға барғым келеді менің. Именно қатты жақсы көремін. Жаңағыдай балаларды көргім келеді, шынымен жағдайды көргім келеді. И мен айтамын, жолдасыма, мен турист болып барғым келмейді ешқандай мемлекетке. Сол жердің өмірін, салтын көргім келеді, не істейді, немен айналысады, адамдардың мнениесі қалай бір-бірімен сөйлеседі. Жаңағыдай сіз айтқандай итальянецтер, китайлар қаншама ұзақ жасайды да, 100 жыл сөйтіп жасай береді. И итальянецтердің жаңағыдай несін роликтер көп қой, содан қарасам, үлкен әжелер мынандай красный помада жағып алып, сондай билеп сөйтіп жүреді да. Сол ойлаймын, бізден айырмашылығы қандай? Біз неге сондай дәрежеге жетпейміз, соны көргім келеді да, мен тоже. Енді ана сөздер бар, ол көптен білген емес, көп көргеннен ақылдас дейді да, или сосын любой путешествие адам өзгереді да, прежним никогда не будет дейді, любой путешествие. Сосын ана Марк Твеннің сөзі бар, уже уақыт келіп қалғанда, сожалею о двух вещах дейді, о том, что мало любил и мало путешествовал. Сізге біреу келеді, маған соны бір-ақ рет ақыл айтшы дейді, не айтасыз? Мен өзім осы жасым 40-қа келіп, бір затқа точно үйрендім. Говорить правду. Вот, оказывается, это кайф. Да? Да, говорить правду, как есть. Екі вариант. Либо говорить правду, либо промолчать. Давайте, Алла берекесін берсін. 1 миллион, 10 миллион подписчик қой берсін. Қазір Рональдо 500 миллион пробивать етті ғой. Новый рекорд. Да, новый рекорд. Так что, новых вам рекордов. Амин. Рахмет.